Енді қатты сөйлемеймін, жай сөйлейтін болып тұрмын. Қарасаң, өз даусымнан өзім шошып, ана Фейсбукта неше түрлі нәрсе жазған ғой. Осы қатынның байы бар ма, осы қатын балаларына не тәрбие беріп жатыр деп қой. Балалардың тәрбиесі жақсы. Қалада тұрсақ та бір ауыз орысша білмейді. Жендерін шығарып тұрып жұмсайды. Біз өте қарапайым тұрамыз. Жейтініміз май, нан, бәрине. Өмірде бақыт деген ішкен жегенмен, қыдырғанмен, байлықпен өлшенеді деп есептемеймін өз басым. Шын айтам. Бізде бар ғой, бір қиындықты көрсе, біздің әйелдерде сондай жағдайда деп жаңа құлап кетеді. Ауылға бармайым деп босанып алып, өзін төркінде жатып, қырқынан шығатын әйелдер көп қой. Неге? Неге? Несі бар? Әр нәрсенің қиындығы бар ғой. Мен де босандым, мен енем келді, бір апта қалып жетті, болды, ары қарай алып кет дейді. Өзің босандың, балалы шағалы болып отырсың, үлкен есің бар, әйелсің, болды дейді. Сонымен қаламыз, ештеңке жоқ. Ол міндет па не? Енем кешке дейін мен қарап отыр. Ауылға бар, босанып алып, ауылға бар, ауылына бар ғой. Мынандай анау шелек бар ғой, унитаз шелектерді үйіне кіргізіп отырып жатқан әйелдерді көрдім. Астапыралла, Құдай кешірсін. Ол өте дұрыс емес. Оны төгіп немере сыйлады ғой деп жүгіріп жүрген мені көргенде жүрегім ауырады. Шыны керек, ұят қой. Адамдықтың бір белгісі ғой ол. Менде де болды. Баяғыда мына ислам етегіме жабысып жүр. 1 жас 8 айында әдемі босанып ағамын. Дала қақайған аяз. Күйеуім Астанаға жұмысқа кеткен, жаңғыз өзім баланы шомылдырып жатыр, мына столдың үстіне кухняның есігін жауып ағам. Свет өшіп қалды. Сонда баланың көзі сабын. Ана ислам светін өшкеннен қорқып аяғыма жабысып жылап жатыр. Не іштен сасқалақтап қалдым ғой, свет өшіп қалғаннан кейін. Ана үсті басы сабын. Орап алып көзін жудым да, орап алдым да, газ жақтым да, отырдым емізіп. Свет жанғанша отырдым біраз. Ештеңке жоқ, ешкімге жалып жастық айтқан жоқпын. Мақтанып қояйыншы. Бақыт, ана балам етегімде, мына баламды емізіп. Қиындықтан біз шықпайынша, сол қиындықтар жеңбейінше біз қалай адам боламыз? Біздің қиындығымыздың бәрін әке, шеше, ата, ене, үкімет көтеру керек. Киноның өзінде де қиындықтар болады, соның бәрін жеңіп текпіршекке шығады ғой адам. Бұл өмір қиындықтардан тұрады, қызықтан тұрады, ашудан тұрады, көңілден тұрады, жылаудан тұрады, күлуден тұрады. Ешкімге өкпелеудің қажеті жоқ. Мен соны айтқым келеді. Жас келіндер әсіресе өкпелеп, ат-тонды ала қашып жүгірудің қажеті жоқ. Бір титтей дүниеден үлкен мәселе жасаудың да қажеті жоқ. Сіздер ма, қалайсыздар? Мен баяғы сол өзімнің ас үйімде әңкілдеп сөйлеуге шамам келмей тұр. Кейде осы Инстаграм дегенді қойсам ба, өшіріп тастасам ба деген сияқты түрлі ой кетеді. Әсіресе ана Фейсбуктан келетін ұрылар бар ғой. Видеомды алады да өздеріне салады. Соның астында комментарийлерді оқимын да, сондай жүрегім шайырылып сөйлеуге шамам келмей қалады. Енді ол да заңды құбылыс қой, өсіп шығып жүргеннен кейін түрлі пікір болады, бірақ оны көтере білу тағы да бір өнер екен. Осылай сөйлегеннен кейін сондай пікірлерді көтере білу де өнер екен ғой. Менің айтпағым бала деген кесел емес, тағы да айтам. Баланы біз өзіміз үшін туамыз, ұрпақ әкелеміз. Қазақстанда 5 әйелдің біреусі бала туа алмай жүр. Шіркін-ай, етегіме бір бала бітсе екен деп жылап жүр. Соған қарағанда сіз бала болу бақытына ие болдыңыз. Табиғаттың сондай керемет құбылысының иесі атандыңыз. Енді оны қару қылып алатыныңыз өте өкінішті. Бала қару емес, бала қуаныш, шаттық, бақыт. Білген адамға міне айқайлап отыр. Кейбір келіндер бар, ата енесі баланы сондай жақсы көретінін біледі да, сөйтеді да жаңағы баланы қару қылып алады ғой, төркіннен қашады, баланы бермейді, ажырасады. Ана байғұс ата ене шырылдап, баласын сүйеді, немересінші. Соны біледі, бала қару. Баланы туып алады, күйеуі шалқасының ұзынан жатыр, баланы көтеріп алып әкімшіліктің алдында жүреді балалар. Тағы да бала қару. Неге бала қаруға айналу керек? Одан кейін баланың тәрбиесі қандай болады? Рас, баяғы заманда 10-нан, 12-ден, 13-тен тапқан табиғат керемет кез, экология керемет кез. Одан кейін балалардың жаңағы сұранысы да төмен кез ғой. Мысалы, ол кезде алма жемей нан жеп деп өсе берген, бір-бірінің киім, бір-бірі киім. Заман қазір ондай емес. Қазір балаға алма керек, қазір балаға таеквондоға бару керек, қазір бала домбыра тарта алу керек деген сияқты. Демек, әр балаға жауапкершілікпен қарауымыз керек. Менің айтпағым сол. Маған үкіметтен ешкім хабарласқан жоқ. Мен үкіметтегілер көре ме, көрмей ме, оны білмеймін.
Маған олардың алғыс айтқаны да қажет емес. Менің айтпағым бала кесел емес, бала қару емес. Балалы болу үлкен бақыт. Соны оқысаңыздар болғаны.